Ayağından, suyun ayağından aynalayın. O bir şey kana. Böyle asal. Менің жылым сендерге қуаныш пен шаттық сыйлады деген үміттемін. Әрине, 2024 жыл өз қиындығымен келсе де, ауылымыз үшін жағымды жаңалықтарға толы болды. Бүгінгі құлпырған, жайнаған шыршамыздың шамын жағу кешіне ауыл тұрғындары мен қонақтары келіп отыр. Қош келдіңдер! Ендеше сендермен бірге шырша шамын жағайық. Ол үшін бізге Аяз ата мен Ақшақар қажет. Бірақ достар, мен Аяз ата мен Ақшақарды шақыра алмаймын. Себебі менің жылым өтіп бара жатыр. Жаңа жылды жаңа сертіммен бастау үшін келер жылдың иесі Жылан жылды шақырайық. Бүгінгі мерекемен құттықтаймын. Жылан, мен кетіп бара жатырмын. Сол себепті бүгін Аяз ата мен Ақшақарды өзің шақырып берсеңші. Сенің жылыңа сәттілік тілеймін. Иә, дұрыс айтасың. Бірге шақырайық. Аяз ата. Жаңа жылым, ырысы мол дана бір. Жаңа жылым, жазылмаған жаңа жыр. Қуанышын сыйла белге қашанда. Бақ береке ала келсін жаңа жыл. Құт болып келсін лайым мекеніме, 2025-тің жыл жаңасы. Қаршағыл, олай болса, жаңа жылдың құрбетіне әсемен шашуыңды арнасаң жөн болар еді. Қане, Қаршағыл, шырқап жібер. Қайранмын, дүниенің ғажабына, көндірген
құрметті қонақтар, ауыл тұрғындары. Жаңа жыл мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа жыл елімізге әр шаңыраққа тыныштық, бірлік, құт, береке әкелсін. Тұяғынан от ұшқан тұлпар уақыт жетегіне алған тағы бір жыл өз мәресіне жеткелі тұр. 2024 жылдың қорытындысына арналған жаңа жыл, жаңа өмірдің жаңа жыратты марапаттау шарасына қош келдіңіздер. Үздік ауыл атанса, ауылымыздың азаматтары Зұлқар Сыздықов ағамыз Жаңақорған ауданының құрметті азаматы атанды. Және Ибрагим Молдахмет Сүлейменұлы Жаңақорған ауданының құрметті азаматы, Қызылорда облысының құрметті ардагері құрметін иеленді. Сонымен қатар ауылымыздың спортшылары да жетістіктен кенде емес. Әлем чемпионы күміс, алтын, қола жүлделерді иеленді. Жаңа жыл жақсылықтың нұры болсын, естен кетпес жылдардың бірі болсын. Ұлы қазақ ел үшін ұмытылмас, ұлы бастамалардың жылы болсын. Ауылымыздың өсіп өркендеуіне, дамуына өлшеусіз үлес қосып келе жатқан түрлі сала қызметкерлеріне деген құрмет, қошеметіміз шексіз. Жылды қорытындылау және жыл үздіктерін марапаттау үшін ауыл әкімі Туғанбаев Серік Сәрсенбайұлын сахна төріне шақырамыз. Жаңа жылда жақсы жаңалықтарға кенеле берейік. Отбасыларыңыз аман болсын. Еліміз тыныш, мемлекетіміз тұғырлы болсын. Жаңа жылдарыңыз татты болсын. Бір тұтас ұлт, берекелі қоғам атты Қазақстан халқына жолдауын қоғамға кеңінен насихаттау мақсатында өткен Жаңа Қазақстанның жыл адамы атты республикалық байқауына қатысып, жеңімпаз атанған Жұманова Күләнда Аппасқызы марапатталады. Қошеметтеріңіз. Нөмірі 79 орта мектебі Дастан Ержанұлы марапатталады. Марапат иелеріне және де дәл осындай су мекемесі Балтай Ерғожа марапатталады. 27-ші Рауан балабақшасы Нахипова Айдана марапатталады. Келесі марапат иесі Сағыныш балабақшасы Саметова Айсұлу марапатталады. Қошеметтеріңіз. Дәл осындай мәтінде Асылназ балабақшасы Жұмаділай Әбдірахман марапатталады. Акимат ұжымы Сәдібекова Күләш марапатталады. Кеңесінің төрағасы Ибрагимов Молдахмет ағамызды ортаға шақырамыз. Әрине сіздердің қошеметтеріңізбен. Құрметті Молдахмет Сүлейменұлы, сіз әлемге өрелі биікке ұмтылған, іргелі ел ретінде танылған тәуелсіз мемлекетімізді нығайтуға ат салысып, еңбектің наны тәтті екенін жас буынға өсиет етіп келесіз. Сондықтан аға ұрпақ өкілдерінің даналығы мен кемеңгерлігі, әсіресе жаңа заман жастарының тың бастамалары үшін айрықша маңызға ие. Түгіскен тыңын түлетудегі еңбегіңіз ел есінде мәңгі қала бермек. Еңбек адамының төккен тері, жасаған еңбегі жерде қалмайтын баршаға аян. Сондықтан сізді бүгінгі жаңа жыл мерекесі қарсаңында 75 жас мерейлі мерекеңізбен шын жүректен құттықтай отырып, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілеймін. Бүгін Молдахмет ағамыз 75 жасқа толуымен қатар Қызылорда облысының құрметті ардагері номинациясымен марапатталып жатыр. Құттықтап қойсаңыздар болады. Қошеметтеріңіз. Қошемет жасайық, құрметті көрермендер. Бүгінгі марапатыңыз тағы да құтты болсын. Сіз алмаған асыл жоқ шығар деп ойлаймыз. Ардақты ауылдастар,
мына келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жылдан жылдың айырмашылығы жоқ қой, бірақ әрбір адам әрбір сағат ертеңінен, бүгіннің ертеңге түсіңгенен дегендегі әр алдағы неден жақсы үміт күтеді. Сол күткен үміттеріңіз Құда қаласа орындала берсін. Ардақты ауылдастар, жақсылық, осы аманшылық, осы жылан жылында елімізде бола берсін. 24 жыл жаңа мақтап жатыр ғой, жақсы жыл болды деп. Кейбір тосында өмір болғасын түрлі жағдайларда болады ғой, бірақ дегенде елімізде үлкен жақсылықтар, жаңалықтар болып жатыр. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, ауылымыз осы көркейе берсін. Құрметті ауылдастар, барлықтарыңызды жаңа жылмен құттықтаймын. Рахмет, мына 75 жаста айтып жатсыздар. Қазір енді осы көптеген жерде жаңағы артық шығын, артық пешір болмасын деген идеяны көп көтеріп жатыр ғой. Дастархан мәзірі дегендерді осы соның бәрі елге қажет болғасын осындай датный жылдарда тоқтата қойыңыздар деп жатыр айту. Бірақ дегенде айту, әрбір адам өзі өмірге кезі кішкентейде болса қуануға тиесілі ғой. Бала шағамызбен қуанып жатырмыз, соған сіздер ортақтасып жатыр. Мына ауылдың азаматтары серіктен бастап құттықтап жатыр. Үлкен рахмет. Кеше осы жақында Назлыпар екеуміз шақырып, аудан әкімі құттықтап, шапан жауып, құрмет грамотасы беріп жатыр. Облыстың құрметті ардагерін, одан біраз жыл бұрын ағамыз, құрметті азамат ағамыз кеше ауданның құрметті ардагерін беріп жатыр. Біз енді өткен бұрынғы жетістіктерімізге алып жатырмыз ғой, қазір енді ештеңені қатырып жатырмыз деп айта алмаймыз, бірақ елдің осы тыныштығына, ауызбіршілік болуына атсалысамыз деп ойлаймын. Барыңызға жақсылық тілеймін, құрметті ауылдастар, ардақты ауылдастар. Аманшылықта, денсаулықтарыңызға үлкен рахмет сіздерге. Бәрекелді. Жаңа айтып жатырмыз, Молдахмет ағамыз бүгін 75 жасқа толып, мінекей біздің Қызылорда облысының құрметті ардагері атағын алып жатыр.
тағы да құттықтап қоямыз. Сол ағамызға арнап бүгін осындай бір керемет бейне ролик жасатқан болатынбыз. Бүгін енді бірінші тұсауы кесіліп жатыр. Жаңағы айтылған жақсы адамдар азаймасын әнімен бірге осындай керемет видеороликті біздің Берік баламыз жасаған. Бүгін соның тұсауын кесіп жатырмыз. Аға, бүгінгі мерекеңіз тағы да құтты болсын. Ал енді сіздің құрметіңізге өзім шығардым десем қалай болады, бір тамаша ән жаздыртып едім. Мынау сізді Хан аға деп атыңызды өткенге қойған. Сондықтан осылай керемет әнді қабыл алыңыз. Барша ағалар. Осындай керемет мәдениет үйі болғаннан кейін бізде түрлі шаралар, түрлі үйірмелер өтіп жатады. Сондай бір біз осы биылғы жылдан бастап, кеше өздеріңіз білесіздер, сонау Алматы қаласына барып, келіндер байқауына қатысып, сол Алматы қаласындағы республикалық байқауды бағындырып бас жүлде алып келгенімізді өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді сол келіндер ансамблін жалғастырып біз үлкен ауылдың апаларына мынау өнер ауылдың ішінде ғой, бұлақ көрсең көзін аш деп жатады. Сондай ауылдың апаларынан арнайы ансамбль құрып, бүгін сол ауылдың аналарын сахнаға алғаш рет шығарып тұсауын кескелі отырмын. Мінекей осындай тамаша керемет әжелер ансамблі сіздердің алдарыңызда өнер көрсетеді. Ендеше керемет көңіл күй кемесінде мерекелік ән шашуымызды қабыл алыңыздар. Ән жолыққан қандай жақсы. Қошеметтеп отырыңыздар, қошемет. Шынайы жүздер менен, ең жақсы сөздер менен, жарқырап күліп тұрған, жайнаған көздер менен, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы.
тойлаймыз. Сіздерге, отбасыларыңызға шаттық, береке, ынтымақ әкелсін. Сіздерге еліміз тыныш, заманымыз тыныш болсын. Мынау елімізде, өзің түгіскен елінде, біздің аяулы ағамыз міне бүгін 75 жасқа келіп жатыр екен. Міне сіздің мерейтойыңыз құтты болсын. Аға, Бақтыгүл қызымыздың мына істеп жатқан тірлігі, оның алға басып жатқан мәдениеттің барлығын жоғары көтеріп жатқанына мың алғыс айтамыз. Еңбегі өте зор. Міне аға, елімізде көп еңбегіңіз сіңіп, міне еңбегіңіздің жемісін көріп, бүгін сізді барлық аудан, облыс барлығы сізді құттықтап, мерейіңізді үстем қылып жатыр. Деніңіз сау болсын, 100 жасаңыз. Мынау әз аналардың атынан сізге бір шапанымыз бар, соны қабыл алыңыз. Бәрекелді, рахмет. Кеше ғана өздері құран құрса да бүгін осындай бір үлкен кеңшілік жасап, мына ағамыздың 75 жасқа толған мерейтойын Қызылорда облысының құрметті ардагер атағын құттықтап, әжелерімізге мың алғыс. Осындай қарияларымыз алдымызда аман есен жүре берсін. Basındağı devrimsin, жақсы болсаң, сәулемсің.
өнерпаздармен мақтанамыз. Күндер солай өтеді шалқып шалқып, сағыныш қой, сағыныш қой, сары жапырақтар жасықтың жолына жаққан балқып, сағыныш қой,
тербесін